Қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, қамыры жұмсақ болатын пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаны жеген адамдардың барлығы менен рецептін сұрап жүр. Сондықтан да менің рецептіме міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Қамырын дайындау үшін бізге зәйтүн майы немесе зығыр майын қосуға болады. Шекер, тұз, құрғақ ашытқы және ұн, сосын жылы су қажет болады. Ыдысқа жылы су құямыз. Оның үстіне құрғақ ашытқыш, шекер, тұзды салып, жақсылап барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң 2 ас қасық зығыр майын қостым мен. Егер өздеріңізде зәйтүн майы болса, сонымен алмастырып қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай комочек қалмау керек. Енді аз-аздан ұнымызды қоса отырып, қамырды біріктіретін боламыз. Мен силиконды күрекшенің көмегімен араластырып жатырмын. Өйткені силиконды күрекшемен араластырсамыз, қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Міне барлық ұнды салып болдым. Енді осылай видеодағыдай күрекшемен араластырып, осындай жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырдың бетін пищевой пленкамен және орамалмен жауып 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды кішкене майлап, қамырымызды тағы да бір үстінен бір басып шығамыз. Енді табамызды майлап, дайын қамырымызды үстіне қолымызбен осылай жаймендеп жайып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште осы қамырды 5-6 минут пісіріп аламыз. Енді осы қамырдың үстіне кетчуп пен майонезді салып, жақсылап бетіне жағып шығамыз. Кетчуптың орнын томат пастасымен алмастыруға болады. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша қызанақпен, болмаса етпен, не болмаса шұжықпен бетін әсемдесеңіздер болады. Мен қызанақ салдым және оның үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шықтым. Міне біздің пиццамыз дайын, пешке салуға болады. Міне қарап тұрсаңыздар, біздің пиццамыз өте күшті көтеріліп, тестісі өте ерекше дәм иіс беріп жатыр. Егер менің рецептім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.